Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біз сіздермен биология курсында екінші сабақтағы кездесіп отырмыз. Сабақтың тақырыбы әр түрлі түрлерді сипаттауда бинарлық номенклатураны қолдану. Тірі ағзаларды жүйелеу, яғни оларды ретімен орналастыруда өсімдіктер және жануарларда жүйелеудің әр түрі қолданылады. Өсімдіктерде ең үлкені өсімдік патшалығы, бөлім, класс, қатар, тұқымдас, туыс және ең кіші бірлігі түрмен аяқталады. Жануарларда патшалық, тип, класс, отряд, тұқымдас, туыс бұл да түрмен аяқталады. Мысал келтіретін болсақ, өсімдіктер дүниесі, ашық тұқымдылар бөлімі, бүрлі өсімдіктер класы, қылқан жапырақтылар қатары, қылқан жапырақтылар тұқымдасы, қарағайлар туысы және кәдімгі қарағай түрі. Жануарлар дүниесі, желілер типі, сүтқоректілер класы, жұп-тұяқтылар отряды, қуыс мүйіздер тұқымдасы, таулық жабайы қойлар туысы, арқар түрі. Яғни бұл жерде жануарлар бойынша арқар түрінің жүйеленуі айтылды. Өсімдіктерде кәдімгі қарағайдың жүйеленуі мысалы болатын. Келесі суретте біз Карл Линней деген ғалымды көріп тұрмыз. Тірі ағзаларды алғаш рет топтастырып, жүйеге келтірген швед ғалымы, жаратылыстанушысы. Өсімдіктер мен жануарларды классқа, отрядқа, туысқа, түрге бөлуді де бірінші болып ұсынған осы кісі екен. Биологияда 1000-ға жуық терминдерді енгізген. Жүйелеуде өсімдіктер мен жануарларды латын тілінде түрі мен туысын білдіретін қос атпен атауды, яғни тақырыбымызға сай бинарлы номенклатураны ұсынған Карл Линней. Және табиғат жүйесі атты еңбегі өте құнды болғандықтан 12 рет басылып шыққан екен. Бинарлы номенклатура дегеніміз халықаралық ғылыми жіктелімде өсімдіктердің, жануарлардың және микроорганизмдердің туыстары мен түрлерін екі латын сөзімен атау. Біріншісі туысты білдіреді, бас әріппен жазылады, екіншісі түрдің атауын көрсетеді, кіші әріппен белгіленеді. Мысалы, ақ жусан, Алтай олары. Түрдің артынан түрді анықтаған адамның аты беріледі. Кейбір жағдайда бинарлық номенклатура соңында анықталған жылы көрсетіледі. Мысалы, Homo sapiens саналы адам, L бұл Линнейдің бірінші бас әріпі және ашылған жылы. Түрдің атауын осылайша бинарлы атайды екенбіз. Мысалдар келтірейік. Қос атпен атау: орман қазтамағы, қызғылт семіз оты, ит шегіргүлі, түзу қазтабан, қызыл қарақат, қара қарақат, үшкір жапырақты үйеңкі және қара үйеңкі. Қос атпен атау екі сөзден құралады. Біріншісі ол туыстың атауы. Зат есім бас әріппен жазылса, екінші түр атауы. Сын есім кіші әріппен жазылады. Тағы да үй иті. Мысалы,
үй иті. Латын тілінде керісінше canis ол ит дегенді білдіреді, familiaris ол үй иті дегенді білдіреді. Қызылбас жоңышқа дәл солай. Trifolium pratense. Нақтырақ түсінікті болу үшін суретте берілген жануарлардың түрлерінің арасында қандай байланыс бар екен анықтап көрейік. Бірінші сурет жолбарыс, екінші арыстан, үшінші теңбілшер. Үшеуі де пантера туысына жатады. Тек жолбарыс ол пантера тигрис, арыстан ол пантера лео, теңбілшер пантера онка. Қояндарда дәл солай. Lepus europeus, lepus timidus. Екеуі де lepus, яғни қоян туысына жатады, бірақ түрлері сұр және ақ қоян әр түрлі. Келесі шағын зертханалық жұмыс жасаймыз. Ол үшін анықтағыш көмегімен өсімдіктер мен жануарлардың түрлерін анықтап үйренеміз. Жұмыс барысы бойынша өсімдіктер беріледі. Өсімдіктердің суреттеріне қарай отырып, біз бүгін электронды анықтағышты пайдаланып, өсімдік түрін анықтауға тырысатын боламыз. Экранда сіздерде екі түрлі өсімдік берілген. Біз өсімдіктердің тек сыртқы белгісін көріп тұрмыз. Соған байланысты алдыңғы слайдта көрсетілген, мысалы, плантариум сайтын аламыз. Плантариум сайтына кіреміз де, мысалы, бірінші өсімдіктің түрін анықтауға тырысайық. Интернетке кіреміз, plantarium.ru енгіземіз. Бізде оның белгілері шығады. Өсімдікті анықтаудың белгілері шығады. Тіршілік формасы және сыртқы белгілерін ғана біз көріп тұрмыз. Ал оның экологиясы, қай жерде мекендейтінін біз анықтай алмаймыз суретіне қарап. Сондықтан тіршілік формасы оның ағаш екенін көріп тұрмыз, оны белгілейміз. Және сыртқы келбетіне қарап анықтауымызға болады. Мысалы, жапырағының шетін алуымызға болады. Бұл тісше сияқты болды. Гүлшоғырын көрдік біз. Гүлшоғыры оның қандай? Сырғайы, әрине. Сырғай екенін көрдік. Осылайша сыртқы көріп тұрған барлық белгілерін белгілесеңіздер, жапырағының формасын белгілеуге болады. Тақтасын тағы басқан белгілейміз. Найти, яғни іздейміз. Және мына жерде сендерге бірнеше нұсқалар шығады. Және одан қарап, мысалы, формасына қарап, біз анықтап тауып алуымызға болады екен. Түсінікті болса, мына жапырағын мысалы нақты ұқсатуға болады. Тапсырма түсінікті болса, сіздерге бірінші өсімдікті және екінші өсімдікті анықтап, мына жерге түрдің атауын жазу керек. Және сабақтың соңында бұрыннан нені білдіңіздер, нені үйрендіңіздер және нені әлде білгілеріңіз келеді, рефлексия ретінде жазып қалдырсаңыздар болады. Тақырыбымыз осымен тәмам. Назар қойғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.